Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бағалау парағы дайын болды, яғни сабақтың соңында оқушыларды бағалау. Мысалы, 5 алған оқушыларға 10 балл, 4 алған оқушыға 8 балл, 3 алған оқушыға 6 баллмен осылай сабақтың соңында бағаласаңыз болады. Мысалы, Бекасылға 10 балл деп үстінен басасыз. Ақсезім 8 балл, Көркемай 6 балл алды деген сияқты. Даяна, Динара мысалы 8 балл, Нұрасыл 6 балл. Әр оқушыны осылай тұсына қанша балл алғаны жазсаңыздар болады. Сабақтың соңында, яғни осылай ашық сабақтарыңызда оқушыларды сабақтың соңында барлығының көзінше оқушылардың алдында өздерінің бағалау парағын берген соң өз бағаларыңызды қойып тақтаға бағалап шықсаңыздар болады. Электронды нұсқасын алуға болады. Телефон номерге хабарласыңыздар.